Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біздің бүгінгі тарихи шолуымыз 37 жылдың қанды қырғынына ұшыраған ғалым, лингвист, әдебиет зерттеушісі, түркітанушы, дарынды ақын, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналады. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 28 қаңтар күні бұрынғы Торғай облысында, қазіргі Қостанай облысы, Жангелді ауданы Сарытөбек мекенінде орта дәулетті шаруа отбасында дүниеге келген. Оның әкесі халық арасында белгілі Үмбетей батырдың ұрпағы болып саналады. Байтұрсынұлы қазақ ауылдарында өзін-өзі қадір қасиетін сезіне отырып, жергілікті феодалдар мен патша үкіметімен жиі қақтығысқа түсіп, ер жүрек ақылды адам болған. Ахмет ауыл молдасынан сауат ашқан. 1886 жылы ол Торғай 2 сыныптық орыс қазақ училищесіне оқуға түсіп, кейін Орынбордағы қырғыз мұғалімдер мектебінде оқып, оны 1895 жылы бітірді. Сонымен қатар ерте мезгіліне жатады өлеңдері. Ол дал атауы «Сиятель разума». Торғайдағы 2 кластық орыс қазақ училищесін, Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепті 1895 жылы бітірген. 1895-1909 жылдары Қостанай, Ақтөбе, Қарқаралы уезінде ауылдық облыстық мектептерінде 2 кластық орыс қазақ училищелерінде мұғалімдік қызмет атқарады. Ахмет Байтұрсынұлы ағарту, білім беру халыққа еркіндік, қоғамдық өзгерістер жағдайында ғана зор пайда әкелетін түсінген Қазақстанның алғашқы ағартушыларының бірі болды. Ол көбінесе жергілікті билеушілердің озбырлығын және патша автократиясының отаршылық саясатын әшкерелеуімен сөйледі. 1905 және 7 жылдардағы төңкеріс ондағы өзгерістерге деген үміт тудырды. Ол халық толқуларына белсенді қатысады. Демократиялардың алдында жиі сөз сөйлейді. Қазақ зиялыларын тобын ұйымдастырады. Олармен бірге Петербургке үкімет атына петиция жасайды. Редакция басталған жылдары ол жерасты ұйымдарында жұмысын жалғастыруда. Жандармдар Байтұрсынұлыны және оның жолдастарын тұтқындайды да 1909 жылы 8 ай тергеуде ұстап, Семей түрмесіне қамайды. Содан кейін оны қазақ жерінен қуып жібереді. Ұзақ уақыт полициясының бақылауында болды, бірақ ол өз халқының күресі мен бостандығын тоқтатқан жоқ. Патша тізіміне қарсы пікір білдіргені үшін 1909 жылы Семей түрмесінде қамауда отырғанда анасына жазған хатында таршылдық пен әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа қарсы әкесі бастаған жолды өзінде қалап алғын танытады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің табиғатын мұқият зерттеп, араб әліпбиін негізге ала отырып, жаңа қазақ әліпбиін жасап, 1912 жылы Айқап журналының 4 және 5 сандарында басылған. Жазу тәртібі, еңбегін және әліп оқулығын жазды. Байтұрсынұлының әдебиет тарихи мен теориясын зерттеуде үлкен еңбегі болды. Оның Абай Құнанбаев туралы мақалдары, әдебиет теориясы бойынша кітаптары, фольклорлық шығармаларын жинау және басып шығару. Атап айтқанда 1895 жылы Торғай газетінде, 1923 жылы Мәскеуде жарық көрген Ерсейін эпопеясын екінші жоқтауы атты мақалдары белгілі болды. Ахмет Байтұрсынұлы ұрпақ бірінің қадірін біліп, бір-бірін сыйлап бағалай білген. Бұл ірі тіптіліктік үлгісі екені сөзсіз. Осымен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай өткізіліп отырған тарихи шолуымыз аяқталды.